Күйеуім соңғы кездері анда-санда ішкені болмаса жақсы жүреді. Маған өткенімді бір айтып бетіме басқан емес болатын. Ешқашан дауыс көтеріп ұрған емес. Осы қасиетін ерекше бағалайтынмын. Содан кейін бір күні сіңілім хабарласты. Тәте, мені алып кетші, енді шыдай алар емеспін дейді. Сөйтсем әлгі көргенсіз күйеу балам, ұл туымайсың деп сіңілімді ұрып соғады екен. Басқа елмен көңіл қосып, көзіне шөп салады екен. Ата-анасы да қой демейтін көрінеді. Сіңілімді күң секілді жұмсап, білгендерін істеп жүріпті. Сіңілім өте момын еді. Іштен тынып жүре беріпті. Жылап тұрған соң бір туысымның көлігімен бардық. Барсақ күйеу жоқ екен үйінде. Сіңілім киім кешегін жиып дайын отыр екен. Екі қызын алып, өзім жалдап тұрып жатқан пәтерге алып келдім. Бәріміз осында тұрып жаттық. Анамдар, інілерім мұнан хабардар болды. Арада 2 ай өткен соң баяғы жексұрын күйеу балам келді. Сіңіліме не дегенін білмеймін. Күйеуіме қайта қосыламын, сонымен бірге қайтамын дейді. Ауылдан анамды шақырттым. Анам келген соң бәріміз отырып сөйлестік. Осы жолы күйеу баланың маған істегенін айттым. Анам өтіп кеткен нәрсені қайтесің қозғап, қателескен болар дейді. Сіңілім жылап қалды. Сол кезде қызым да сіңіліме қосылып жылады. Не болды десем, Ерсін аға сол ағамдардыкінде тұрып жатқанда маған да тиісті, дейді. Жаным қалмады. Қалай тиісті десем, ауылдан келген соң үйде ешкім жоқ еді. Барлығыңыз жұмыста болатынсыздар. Мен түсте диванда ұйықтап жатыр едім. Біреудің құшақтағанынан оянып кеттім. Қарасам Ерсін аға екен. Мені құшақтап алыпты. Сүйсем қорқасың ба деп сұрады. Мен иә қорқамын деп жылап едім, жібере салды. Кейін бұл жайлы ешкімге тіс жарушы болма деп қорқытып қойыпты. Мұны естіп төбемнен жай түскендей болды. Қызым ол кезде не бәрі 12 жаста болатын. Бір Алла сақтапты. Күйеу баланы жек көріп кеттім. Ашу ызаға бұлықтым. Мен жарайды, бетім ашылған әйелмін, ал қызымшы 12-де бір гүлі ашылмаған періште ғой. Сіңіліме ұрыстым. Көрдің бе, сенің күйеуің қандай адам, соған қайта бармақпысың десем, сіңілім жылап еңіреп, оны жақсы көремін дейді. Сосын жарайды дедік. Күйеуінің қандай адам екенін біле тұра қайта қосылды. Анам басқа ештеме демеді. Анам, ал күйеу бала біздің сондай дәрменсіз, момын, бейшара екенімізді әбден біліп алған. Сол үшін осындай арсыз әрекеттерге барып жүрген. Онысына еш қысылмай, түк болмағандай танауын шүйіріп, бедірейіп жүргені де осы. Дәрменсіздігіме ішім удай ашиды. Ата-анам, бауырларым бола тұра қорғансыз едік. Өзге емес өз сіңілімнің күйеуі, сол сіңілімнің көңіліне қарап, мұны да ішке жұттым. Сіңілім 2 қызын алып күйеуіне қайта қосылды. Кейінірек өзі хабарласып, күйеуі екеуінің аралары жақсарғанын, үшіншісіне аяғы ауыр екенін айтты. Мен не дейін? Қызым мен болған сол жағдайдан кейін оның немен айналысатыны жайлы сұрастыра бастадым. Алдын қалада бір жеке кәсіпкердің жүргізушісі болып істейтінін білетінмін. Сөйтсем оған қоса Ерсін сол тоқырау жылдардан бастап бандитизм дейме, бұзық жігіттерге қосылып іс-әрекеттер жасайды екен. Разборкаларды шешіп жүретін атамандарының бірі екен. Екінші жағы араласатын достарының көпшілігі құзырлы органдарда қызметте істейтін көрінеді. Танауын шүйіріп, маған не істей аласың дегендей болып жүретіні сол екен. Оның үстіне біздің отбасымызда әкем жетім өскен, қақ-соқ пен шаруасы жоқ адам. Анам өз алдына маған бала кезімнен суық еді. Біз де сондай момын, бұйығы, ұяң болып өстік. Ерсіннің туыс әпкесіне үйленген інім әйелімен ажырасып кетті. Әйелі алдын 2 рет тұрмыста болған екен. Мұнысын інім білмей үйленген екен. Кейін өтіріктің құйрығы бір тұтам дегендей онысының барлығы шықты. Оның үстіне әйел басы мен ішімдікке бір табан жақын екен. Інім ақыры болмады ма ажырасып тынды. Әйелінің ішімдікке бір табан жақын екенін баяғыда-ақ алғаш келін болып түскенінде ақ байқаған болатынмын.
Інімді тойы өткен соң, ауылда үйімізге есік төр көрсетуге қонаққа шақырған болатынмын. Сонда осы күйеу бала өзімнің сіңілім ол кезде тұрмысқа шықпаған болатын. Дастархан басында отырғанымызда келінім қызып алып, осы інісі Ерсін екеуі бір-бірімен сөзге келіп қалып, боқтасып тұрып ұрысқандары бар еді. Енем мен күйеуімнен қатты қысылып едім, осы келінім үшін. Сол кезде ақ ініме қандай адамға үйленгенсің деп айтып едім. Кейінгісі анам, менен кейінгі інілерім мен сіңліме мейірімі түсіп, менен гөрі соларды уайымдап, қарасып жүретін. Сол кезде маған қоя салшы, өткен іс өтті. Бастысы өзіңе, қызыңа да тиіскен жоқ қой. Бүлінген ештеме жоқ. Кеше сал, ұмыт. Өзі де қателігін түсінер. Сіңлің күйеуімен қайта табысып жатқанда отбасын бұзба деп аузымды аштырмады. Үнемі сен үлкенсің, олар кішкентай деп менен гөрі соларды көбірек ойлайтын. Қызым кемелеттік жасқа толды. Мектеп бітірді. Балам да өсті. Қызым мен секілді өнерге жақын. Мектеп қабырғасында түрлі конкурстарға барып, ән байқауларынан жүлделі орындар алып келіп жүретін. Мен балаларыма мейлінше мейірімімді төгіп өсірдім. Өзім тірі жетімнің күйін кешіп өскендіктен менің көргенімді көрмесін, қиналмасын, арман мақсаттарына жетсін деп еркін өсірдім. Кішкентай жетістіктерінің өзіне қуанып, кішігірім қылып атап өтетін едік. Жалғыз жесір болсам да, екі жерде жұмыс деп, балаларымды ешкімнен кем қылмай жеткізсем дейтінмін. Қызымды өнер жолына оқуға түсірдім. 2-ші курсты тамамдағанда, ол кезде жеңіл көліктер арзандау еді. Көлік алып бердім. Қызымның оқып жүрген ортасы, кілең тұрмысы жақсы, толыққанды, өнер жолындағы атақты отбасыларының балалары еді. Сол үшін қызым қысылмай жүрсін, жағдайы жоқ, пәтер жалдап тұратын жесірдің қызы екен демесін деп, қызымнан ештемені аямадым, бетінен қақпадым. Осылай жүргенде бір күні қызым Шаңырақ ықшам ауданына құрбысы екеуі көлікпен келе жатып, бір кісіні жазатайым қағып кетіпті. Қаққанда да ол адам дін аман, еш жеріне ешқандай зақым келмепті. Сонымен қызым маған бұл жайлы хабар бермей, ештеме айтпай, әлгі кісімен келісімге келіп, ақша беремін деп қолхат жазып беріпті. Сөйтіп құрбысы екеуі тамыр таныстарынан қомақты сомада ақша жинап беріпті. Кейін әлгі кісі қызымды бопсалап тағы ақша сұрапты. Бермесең түрмеге тоғытамын депті. Сол кезде ғана қызым келіп маған айтты. Өзім әрең жүргенде бұл маған жығылған үстіне жұдырық болды. Қызымның көлігін саттық. Ол өз бағасына кетті. Тамыр таныстарының ақшасын қайтардық. Әлгі жәбірленуші тараппен сөйлессем, қоятын түрі жоқ. Бар жағдайымды түсіндіріп айттым. Қолдағы барымды берейін, қызымның қолхатын қайтарып беріңіз десем, оған да көнбейді. Алдыңғыдан да көп ақша сұрап отыр. Сосын анамдарға хабарласып, ақылдасып едім, анам Ерсінге айтыпты. Соның құзырлы орындарда тамыр танысы бар, сол жаңағы адаммен сөйлессін депті. Қызыңның мәселесін шешіп берер, көрсін депті. Сөйтіп мен де амал жоқ, тығырыққа тірелген соң сөйлесіп көрсін дедім. Бір күні Ерсін сабақтан соң қызымды сол ДТП жасаған кезде қасында болған жәбірленушімен сөйлесеміз деп алып кетіпті. Қасында 2 досы бар екен, шамалы қызу дейді. Сөйтіп жолдан құрбысын түсіріп кеттіпті де, қызыма қонақ үйге барамыз депті. Сол кезде қызым маған хабарлама жазып жіберген екен. Мен оқи сала күйеу балама хабарластым. Қызыма тиісетін болсаң, осы жолы аямаймын. Қазір қызымды ұрлап әкетіп зорламақ болды деп полицияға хабарлаймын. 2 рет сіңлім үшін үндемедім. Қызымды дереу үйге қайтар. Болмаса қазір сіңліме де хабарласамын деп, аяқ қолым дірілдеп, ашу ызаға булығып ұрыстым. Сол күні жұмыста болатынмын. Бір кезде қызым үйге бара жатырмыз деп, мені апарып салмақшы деп хабарлады. Үйге жеткенше қайта хабарласып отырдым. Бір кезде үйге жеттім деп хабарласты қызым. Жүрегім орнына түсті. Бекер анамды тыңдадым деп қатты налыдым өзіме. Жұмыстан шығып үйге келсем, қызым жабырқап отыр екен.
Көліктен түсіп жатқанымда Ерсін аға бөксемнен ұстамақ болды, мен қолын қағып жібердім дейді. Ызаланып жылады. Қашанғы осыдан қорлық көре береміз? Гүлі әпкем қиналмасын, сол жабырқамасын, отбасы бұзылмасын деп үндемей осылай жүре береміз бе? Неге бәріне айтып масқарасын шығармаймыз? Атамдарға, көкемдерге айтайық, қорғаушымыз жоқтай. Қашанғы басындырып қоямыз деп еңкілдеп ызаланып жылады. Мен не істерімді, не дерімді білмедім. Үнсіз санам тұманданып отырдым да қалдым. Қызымды жұбатып орнына жатқыздым. Жаным қиналып кетті. Таразының бір жағында қызым, бір жағында сіңлім. Дәл қазір мұның барлығын айтып дау шығар болса, оның жағдайы не болмақ? Осыдан біраз бұрын анам келген болатын. Сіңлім ұл босаныпты. Сол мені де ерте келіңізші деген екен. Мен олармен мүлде араласпай қойған болатынмын. Сіңлім мен де онша сөйлеспей қырын қарап жүредім. Соған күйеуінің тірлігіне өзін кінәлі санап, мені қонақ қылғысы келіп, кешірім сұрағысы келетінін айтыпты. Анам болмаған соң кішкентайына сыйлығымды алып бардым. Барсақ Ерсінде дым болмағандай қалбалақтап тәте деп күтіп алды. Мен оған қарамай да амандаспай да қойдым. Сіңлім жүзі бал-бұл жанып бақытты секілді. Ерсінде Гүлі деп кішкентай ұлын көтеріп алып, көмектесіп, қарасып жүр. Жағдайлары жақсы екен. Дастарханы толып, жайнап тұр. Сіңлім айтуы бойынша Ерсін қатты өзгерді дейді. Бар тапқанын сіңлімнің алақанына салады екен. Сіңліме мойынсынып, бұрынғыдай ұрыс керіс шығарып, қол көтермейтін болыпты. Сіңлімнің жайы жүзінен де көрініп тұрды. Бақытты секілді. Сөйтіп біраз отырып, сыйлығымызды беріп, қайтар кезде сіңлім менен кешірім сұрады. Өткенді ұмытайық. Көрдіңіз ғой, Ерсін қазір көп өзгерді дейді. Мен үндемей қош айтысып кетіп қалдым. Жолда анам кешірдім деп айта салмайсың ба деп біраз сөйленіп келді. Осының барлығын ойлап басым қатты. Жалғыз отырып жылап алдым. Ызаланып, сол ит неменің өр көкірегін тас бассын деген қарғыс сөз аузымнан шығып кетті. Қызымды ойлап күйзеліске түсіп кетпесе игі еді. Ары ойланып, бері ойланып, түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Ерте тұрып кеттім. Таңғы ас әзірлеп жатқанымда қызым оянды. Үндемей жуынып келіп үстелге отырды да, «Мама, түнімен ұйықтай алмадыңыз-ау, мен де ұйықтай алмадым. Сіз уайымдап басыңызды қатырмаңыз. Ешкімге ештеме айтпай-ақ та қойыңыз. Енді Ерсін аға маған тиіспек түгілі көзін сүзіп қарайтын болса, мен бүкіл шындықты жайып саламын. Ешкімді тыңдамаймын, ешкімнің көңіліне қарамаймын. Ата-апама, көкемдерге, тіпті Ерсін ағаның полицияда істейтін досы бар емес пе? Серік аға, соған да барып айтамын. Өзімнің азаматтық құқығымды қорғай аламын деді. Қызымның жүзіне қарасам, бір түнде есейіп кеткен сияқты. Сөйтіп таңғы асын ішпестен сабаққа кетіп қалды. Басым мең-зең болып, ұлымды оятып, оны да сабаққа жібердім. Өзім жұмысқа кеттім. Кешке жұмыстан келсем, қызым шықты алдымнан. Жүзі алаңдаулы, не болды, тыныштық па десем, кеше түнде Ерсін аға біздің үйден кеткен соң, ауылына қайтып бара жатып, трассада жол апатына түсіпті. Көлігі бірнеше рет аударылыпты. Ерсін аға есін жоғалтып, көлікте кеудесі қысылып қалыпты. Содан қазір жан сақтау бөлімінде жатыр екен дейді. Мұны естіп таңданбадым. Селк еткен де жоқпын. Ешқандай жанашырлық, аяушылық сезім болмады. Тек сіңлімді ойладым. Күйеуі өліп кетсе, 3 баламен қиналып қалады ғой. Солардың бағына аман болсын дедім де қойдым. Өйткені шаршадым, жүйкем сыр берді. Ол оңбағанды ойлағым да келмейді. Бір Аллаға тапсырдым. Кейін түнде ашу үстінде қатты налып айтқан сөзім есіме түсті. Алладан кешірім сұрадым. Оны жазалағым келетін, бірақ өлім тілемеп едім. Күйеу балам ауруханада ұзақ жатты. Көкірегі қысылып қалғандықтан қабырғасы сынған, өкпеге зақым келген, басынан жарақат алған, ұзақ емделіп, аупырымдеп беті бері қарады. Көп қиналыпты. Әйтеуір көрер күні бар екен,
бала шағасының бағына аман қалды. Қазіргі таңда қызым оқуын бітіріп, кино саласында режиссердің ассистенті болып жұмыс істеп жүр. Кейде массовкаларға түседі. Ұлым жоғары оқу орнына түсті. Ата-енем оқытып жатыр. Ұлым өте жанашыр, оқиды, әрі жұмыс істейді. Bir жағыма шығысып, көмектесіп жүр. Аллаға шүкір деймін. Өзім сол баяғы жұмысымдамын. Сол баяғы бұрындайда пәтер жалдап тұрып жатырмыз. Екінші рет тұрмысқа шықпадым. Тұрмыс құру ниетім де жоқ. Жан тыныштығын ойлап, ниет етіп намазға жығылдым. Бар сенерім бір Алла мен балаларым.